Сәлем достар, Ойлантап Квиз каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен стикерлер арқылы қазақ киноларының атауын тауып көретін боламыз. Ойын жалпы 15 сұрақтан тұрады және ойлануға 5 секунд уақыт беріледі. Ойын бастамас бұрын каналға жазыла кетіңіздер және колокольчикті баса кетіңіздер. Ал ендеше бастайық. Бірінші сұрағымыз. Келін жан сериалы. Ал бұл қай кино болды екен? Жақында шыққан кино Жеті гүл. Бес 32 деген сериал. Мошенники деген сериал болатын. Азартник. Дубай любой ценой. Албайский участковый. Брат или брак киносы. Молда. Бизнес по-казахски в Турции. Бешарашки. Бұл киноны барлығымыз бірден табатын шығармыз, я? Бұл Зың-зың күлпаш деген кино. Бажалар. Рауза. Бұл бізде рекетер фильмі болатын. Достар, осымен ойынымыз соңына таяды. Ойын ұнады деген үміттемін. Ойынымыз ұнаса, каналға жазылып, колокольчикті басып, лайк басып, комментарийде неше балл алғаныңызды, қанша киноны дұрыс тапқаныңызды жаза кетіңіздер. Менің каналымды қолдап, маған жазылып жатқан әрбір жазылушыға алғысымды білдіремін. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте үлкен мотивация болып табылады. Келесі видеоларда қандай ойынды көргілеріңіз келеді, оны да комментарийге жаза кетсеңіздер болады. Осымен достар, қоштасайық. Келесі видеоларда кездескенше.